Сен сонда кім деп тұрсың мен? Қалай жазыңыз сонда? Сен не мені алдайтын біреу деп тұрсың ба? Сен сонда мені сенбей тұрсың ба не маған? Мойныңда қарыз тұр да атаңның басына сен садақа беріп жүрсің ба? Туысыңмен ұрысқың келсе қарыз бер дейді. Қазір сондай заманда өмір сүріп жатырмыз. Алатын қарызды іздеп жүреміз да, беретін қарызды бірақ телефонын өшіріп, черный списокке тығып, қашып жүреміз. Сондай әдет бар бізде, бірақ қараңызшы апа. Алатыныңды не бұл дүниеде аласың, не ақыретте аласың. Есепсіз қалмайды. Алатыныңызды сіз міндетті түрде аласыз. Қорыққанда беретініңізден қорқыңыз. Дәнің бар кезде беретініңді беріп ал. Өйткені қарызы бар адамға жаназа оқылмайды негізі. Оны біздің молдалар не істейді жаназада? Қарызың бар ма еді? Мына өлген адамның қарызы бар ма еді деп сұрайды. Оны біреу мойнына алады. Өйткенше ешкім мойнына алмаса, оны пока жаназа оқылмайды. Бір адам алып, мен мойныма алам деп мойнына алады ғой, содан кейін барып жаназа оқылады. Бірақ ана мойнына алған адам құтылмайынша, анау құтылмайды. Анау құтылмайды. Біз сол қорықпайтын қарызымыз бар ғой негізі. Біздің ертең сорымыз болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қияметте адамдар ертең ақыретте қарызынан құтылмайынша жәннатқа кірмейді дейді. Айтыңыз, неңнен құтыласың? Мынау дүниеде үйтіп құтыламыз ғой, дұрыс па? Ақыретте туысқандарыңның өзі қалтасы жоқ кебінге орап жіберген ғой. Ақыретте неңізден құтыласың? Не сауабыңды бересің, немесе оның күнәсін арқалайсың. Қарызыңды құтылмайынша жәннатқа кірмейсің. Енді қараңызшы, апа, кімнің қашан қай жерде қалай өлетінін білмейміз ғой, дұрыс па? Ай, жаназамда мойныма алам дейтін адам болмай қалса қайтеміз. Біздің елде не бір нәрселер болып жатыр ғой. Анау бір кісінің несі жүрді ғой. Баласы анау ойынға кіріп кетеді да, 30 миллиондай кіріп кетіп, өз-өзіне қол жұмсайды. Жаназада тұрған кезінде әкесі ал айтында қарыздар мен мойныма алайын деген кезде, анау айтып, мынау айтып, 30 миллион қарыз бар деген кезінде әкесіне деген пенсия алатын адамда ол несін қайтып қылады, ол не дейді? Міне табыт қарыз адам ішінде жатыр. Алыңдар да табыт, кепілдер. Мен қайтқан тауып берем сендерге пенсия алып отқан адам 30 миллионды. Кешіріңдер. Немесе міне табыт сендерге. Алыңдар да кепілдер, өзінен алыңдар қарыз дейді ғой. Осылай ертең жаназанда қарызыңды құтылатын адам таппай қалсаң қайтесің? Қабір азабынан да құтылмайсың, ертең оны құтылмайынша жәннатқа да кірмейсің. Енді қараңыз, осы қарыз мәселесіне келген кезінде бір-екі мәселелер жай шетінен тоқтай берейік. Қазір екі адам қарыз алыс-беріс жасайды. Таныс болып қалдық, қажылықта жүрміз. Қайсар мен Мұхтар бір-біріне қарыз алыс-беріс жасайын деп жатыр. Сол кезде Қайсар Мұхтарға қарыз берейін деп тұр. Анау алайын деп тұр. Сонда мен айтамын, жазыңдар. Сен қанша беріп жатсың? 1 миллион. Берген число қандай? Алатын, қайтаратын число қандай? Жаз. Бердім деп жаз. Ана алдым деп жазсын, числоларды жазсын, артына қол қойсын, 2 куә қойыңдар дейді. 2 куә қойыңдар. Астында 2 еркек. Ал егер 2 еркек болмай қалса, жалғыз еркек болып қалса бар ғой, ол куәлікке жүрмейді. Жалғыз еркек 2 әйел қойыңдар. Осы кезде не болатынын айтайын. Мен қазір осыларға айтсам ше, жазыңдар десем, сонда Қайсар айтады, сен сонда кім деп тұрсың мен? Сонда мен Мұхтарға, досым ғой бұл менің. Мұхтарға мен жазуым керек па сонда? Ұят емес па деп ұрсады. Бізде сондай ғой. Мұхтар не дейді? Қалай жазыңыз сонда? Сен не мені? Сонда алдайтын біреу деп тұрсың ба? Сен сонда мені сенбей тұрсың ба не маған? Осы жерде бір ауыр тақырып бар. Кейбір намаз оқитын адамдар осы жерде намазын тұғады. Біреуден қарыз алып жатқан кезінде қайтарасың ба десе, намаз оқимыз ғой.
Депсем, сен намазыңды ол жерге тықпа. Сен намазыңды гарантия қойма ол жерге. Намаз ол саған басқа тақырыпқа керек. Адамдарды қарызыңды қайтаруға сендіру үшін оразағыңды, намазыңды қажымыз ғой деп қажылығыңды тықпа ол жерге. Оны сен ол үшін жасап жатқан амалдар емес ол. Осы кезде Мұхтар не дейді? Маған ашуланады. Бірақ қараңыз, ертең осылар сыналады дейді. Немен сыналатынын айтайын ба? Адамның өте көп мөлшерінде негізгі фитратында мынандай әдет болады. Мұхтар 1 миллион теңге Қайсардан алады. Бір аптадан кейін қайтарам дейді. Сөйтіп бір аптадан кейін 1 миллион теңге қолында тұр. Бірақ университет өзінде жоқ болып қалады ғой. Адам бауыр басады. Ақшаға адам бауыр басады. Шықпай қалады. Сөйтіп Қайсарға беру керек күн келіп тұр ғой, а? Қолында 1 миллион тұр ғой. Қарайды, сөйте Қайсар сұрамай жатыр. Жағдай жақсы. Жай қарап көрсе, Қайсардың бодрый отыр да. Сосын не істейді? Дәл мынау өлейін деп тұрған жоқ бұл. Мынау 1 миллионға қарап қалған жоқ. 1 миллион кешіктірсен, бір апта кешіктір, бір тағы айналдырасам, дәл мынаның мұртын балта шаппайды. Дейді да, бір апта айналдырады дағы. Сөйтеді де бір аптадан кейін қайттан қолында 1 миллион тұрады ғой, не істейді? Екінші ой басталады. Мынаның 500 мыңын берсем де ырза болып қалады ғой, бәрін бермей. 500 мың теңгесін беріп, қалғанын айналдырып, бір айналдырып алып берсем бола ма депсем, келеді да енді, анау толық алынған ақша толық берілмеген екен, ода береке болмайды. Келеді да 500 мың теңгесін береді да, бана шықпай қалды. Сәл күпші дейді да, Қайсар мақұл дейді ғой, енді не болады? 3-ші этап басталады Мұхтарда. 3-ші апта беру керек. 500 мың қолында тұр ғой, сөйде не ой келеді? Мынаны айналдыра бер да, жайлап үстінен түскен доходпен ақ жауып істесе алмайсың ба дейді да, майдалап ше. 100 мыңнан 200 мыңнан берді. Сөйтіп жүрген кезде мына екеуі сыналады. Мынау қарызды бермей алдап кетеді, үйтеді, ұқиты қылады. Мынау бір кезде жайлап артынан іздей бастайды. Соңында не болып тұрады білесіздер ма? Кезінде жаза салуға намыстанып, өтірік ұялып жүрген адамдар ұяттың бәрін жинастырады да бір-бірімен қырылып, соттасып, төбелесіп, ананда жұмсайды, мынанда жұмсайды. Соңында бет көріспейтіндей дұшпанға айналады. Болып жатыр ма? Болып жатыр. Соның бәрі ненің кесірінен еді? Аллаға бой ұсынбағанның кесірінен. Алла тағала бір бет аят осы, бір бет аят қарызға арнаған. Жазыңдар. Сол үшін не істеуіміз керек, апа? Жақын адамыңызбен алыс-беріс жасайтын кезде бар ғой, айтыңыз, жазайық. Ертең куәліға кейбіреулер бергенін дәлелдей алмай жүргендер бар. Мынау құжат, біреу айтып жатыр, анау қарыз маған бермей жүр, заявление жазсам қалай болады? Жаза алмайсың заявление. Өйткені сен сөзің куәлікке жүрмейді. Заңда сен бар. Мұна менен алды десең бар ғой, заңынан бар, бас салып, кінәлі азаптай алмайды жағы. Неге? Өйткені куә керек, куәгерлер керек, және құжат керек. Енді қарасаңшы, не болып жатыр? Алла тағала жазыңдар деген еді ғой, жазыңыздар. Бірақ бұлай деп айтыңыз. Мұхтар, жазайық. Сол кезде Мұхтар айтады, сен бей тұрсың ба не? Жоқ, мен саған сенем. Мен саған сенем. Бірақ Алла тағала жазыңдар деген. Егер біз жазсақ, бұл бізге құлшылыққа айналады. Өйткені сен Алланың аятына амал етіп жатқан құлшылық болып саналады. Бұл сауап болып саналады. Одан кейін, қазір қарыз берген адамдар қарыздарыңызды ала алмай жүрсіздер ма? Біріншіден, жылама. Өзің кінәлісің. Өз қолыңмен бердің ғой, дұрыс па? Өзің кінәлісің. Аллаға бойсынбадың, аятқа амал етпедің. Екіншіден, қарыз бергеннің сауабы садақа бергеннің сауабынан үлкен болады. Не үшін десе, сен садақаны бердің ғой, оның артында сынақ жоқ. Сен болды оны өзің кемес екенін білесің. Шамаңа қарап бересің да, болды ол жоқ деп есептейсің оны. Қарыздың мәселесі, оның артында үлкен сынақ бар. Неге? Сен оны әлі өзіңніңкі деп есептейсің. Бергеніңмен сен ол есебіңде тұр. Қараңыз, 1 сентябрьге дейін қарыз бердің 100 мың теңге біреуге. Сол 1 сентябрьге дейін сен 100 мың теңге садақа берген сауапты да аласың.
Екіншіден, ол адам келіп сенен бере алмай жатырмын, 10 сентябрьге дейін күте тұршы десе, сен келісім беретін болсаң, 10 сентябрьге дейін әр күні 100 мың садақа берген. Қанша күн қарызыңды күте бересің, әр күніңе сондай садақа берген сауап жазыла береді саған. Түсінзе ма, негіз қарыздың арты жақсылығы қандай екен? Анау сен лақтырып қашып жүргендер бар ғой, олар түсініп жатқан жоқ қой олар. Сен сол әр күніңе сонша сума садақа берген сауап алып жатырсың. Енді қараңыз, Омар деген сахаба радиаллаху анху айтқан сөзі бар екен. Ең ақылды мұсылман өсиет қағазын, өсиет дәптерін жастығының астында ұстайды дейді. Өсиет қағаз деген не? Сен кімге берешексің, саған кім берешек жазып, жастықтың асты деп жатқан нәрсені сен өліп кеткен жағдайда да үйіңдегілер таппай қалмайтындай, жастықты көтерген кезде астынан сенің алыс берсін шығатындай жағдайда айтып жатыр. Бізде енді өкінішке орай кейбір еркектер жұмыс істейді ғой, ана ақшасын, табысын кімге қарыз, кімнен алды, айналып жатқан ақшаларын әйеліне білдіргісі келмейді. Өйткені бұл әйелдерде анау сен табысыңды біліп қойсаң спросы көбейеді ғой. Кілем алайық та, анау алайық та, мынау алайық та, сұрайтын көбейе бастайды ғой. Соны ақшаны құртпай қояйық деп ойлайды да үйіне айтпайды. Сен өліп кеткеннен кейін ертең біреу күн үлкен суммада қарыз ет маған десе бар ғой, қалай дәлелдейсің? Оған құжат жоқ қой. Берейін десең ана үлкен сумма, бермейін десең шын болып қалса анау кетіп жатыр мойныңда. Бізде шынымен болғанда, апа, бір кісі бар еді, бұрын жұмыс істеген. Ол тендершік, біз одан жұмыс алып істейтін, ол біз субподрядпыз, ол генподрядта істейтін адам. Жағдайы былай айналып кеткен. Әйелі джиппен, өзі джиппен жүретін адам, фирмасы бар, 2 адам партнер болып жұмыс істейді. Партнер болып жұмыс істейді. Бір күні Алланың қалауы ғой, енді әркімнің өлшеп берген өмірі бар ғой. Жаңағы кісі қайтыс болады, табан астында ше. Отбасы тақыр кедейге айналып, тақырға отырды дейді. Былай, үйде бір тиын жоқ. Анау жетісін өткізді, үйтті, әйел адам ана фирмаға барып, біздің отағасының ақшасын берсейші, обороттағы ақшасын берді. Оны біз білмейміз оны. Ол өзінің ақшасы өзінде, біздің ақша өзімізде. Ол үшін жауап бере алмаймыз. Бір тиын жоқ. Ода миллиондар айналып жатыр ғой. Бірақ ол қайда екенін ешкім білмейді. Өзі ғана білгенде, отбасы тақыр кедейге айналып та. Айтады, фирманы сотқа берейін ба дейді. Әйел, сен сотқа бере алмайсың. Өйткені фирма саған еш нәрсе қарыз емес. Ана күйеуің де саған еш нәрсе жазып кетпеген ғой, болды осылай қаласың. Ары қарай өз күніңді өзің көресің. Сол үшін өсиет қағаз деген бар ғой, өсиет қағаз деген. Жазып жүріңіздер. Кімге алашақсың, кімнен берешексің. Жазып жүріңіздер. Ертең өліп кеткен кезінде бауырларың, туған туысқандарың алатыныңды қойбеш, беретініңді тауып берсін. Қабір азабынан құтылғың келсе. Және апа, қарызға кейбір адамдар әшейін болмайтын нәрсемен кіріп жатыр. Болмайтын еркеннің тірлігі ғой. Мысал үшінде өткенде айтқан болуыңыз керек, қайталай сала. Бір жігіт iPhone 15 Pro табаған, жас жігіт iPhone 15 Pro табаған. iPhone 13 Pro'сы болғанда оны 280 бері өсім үстінде 280 мың бар айсылса болса, соны ар жағында рассрочкамен төлейтін қылып қарызға батып алғанда, бірақ жұмыс істемейді. Мен сұрап жатырмын, сен бұл телефонмен контент түсіресің ба, видео түсіресің ба, тікелей эфирге шығасың ба, сен мобилографсың ба, осымен жұмыс істейсің ба адамдардан? Жалпы мұна телефон саған ақша, табыс әкеле ма? Жоқ. Онда не үшін керек саған? Мұнаны дымға пайдаланбайсың ғой, не үшін керек? Оған 13 Pro'да болады еді ғой негізі. Не үшін керек десе не дейді? Енді жұрттың бәрі алып жатыр ғой. Қараңыз осы жауапты. Енді жұрттар алып жатыр ғой, енді ортамыздан қалмайықта деген нәрсе бар ғой. Мен апа, өзін өзі қарызға тығып жатқан қазақтар өте көп. Біз бұрын ана қорларға қолымыз бос кезде бар, жәрдем беріп тұратынбыз.
Сонда отбасылар жазады. Мұқтажбыз, ойбай өлейін деп жатыр, көмектесіңдер деп. Қорларға жазатын. Күніне 100 үй салса, жазса мысал үшін 100 үй жазса мұқтажбыз деп. Барып тексересің. 95-і мұқтаж емес. 5-еуі мұқтаж. 5-еуі шынында да жоқ мұқтаж. 95-і мұқтаж емес. Олар өзіне өз қалай қарызға тығып берген, үйіне барсаң, жұмыс істемейді. Үйінде отырып алған, әйелдің өзі 15 Pro Max ұстап алған, баласына 15 Pro, қызына 14 Pro, рассрочкаға. Бөлмеге кірсең, қолында үлкен плазма дуалдың телевизор тұр, кухнясында микроволновый печ, холодильник, ең соңғы үлгідегілер, духовка, евроремонт істетіп қойған, теплый пол істетіп алған, стиральный машинаның ең соңғы үлгідегісі, бәрін рассрочкаға алып алғанда, енді төлейін десе, бәлесін төлейме, ода бір тиын табыс жоқ қой. Түріне қарасаң, блатнойдан ұстап алған, киіп алған нәрселеріне үйіне қарасаң, бірақ төлейтін бір тиыны жоқ. Ал анау рассрочкалар келіп қысып жатыр да ақшаны төле деп ше. Сосын не істейді? Бізді қарызға батып кеттік, қарызға тығып жібердік деп. Мен айтамын да, жарайды. Мұқтаж болсаң қарызға бат та, балаң ауыр өлейін деп жатса қарыз аласың да, басқа жағдай болып жатса аласың қарызға, дұрыс па? Саған енді жағдайың жоқ болып тұрса, плазменный телевизорсыз өмір сүруге бола ма? Ол сенің күнделікті өміріңе не необходим нәрсе ма? Микроволновый пеш деген тамақты ысытатын, дұрыс па? Соны алмай-ақ газға қолыңмен тамақ ысытуға мына қатындар не істеп отыр еді? Мыналар не істейді, мыналар соны ысытпағанда? Шынымен жаның қиналып жатса, анау қымбат стиральный машинаны 250 мыңға алғанша бар ғой, мыналар қолмен жуасса өле ма? Мына апаларымыз 10 баланың кірін қолмен жуған адамдар еді ғой. Расыдағы баяғыда білесіздер ме, бәрін қолмен жуатын ездер ғой. Тағы бұлар бізді қалай алдайтын еді? Үлкен анау пальтолар бар ғой, пальтолар жуатын кезде ана үлкен тазикке өзіміз шомылдыратын, үлкен шараға тазикке су құяды да анау пальтоны тастайды, сөйтіп бір парашютты жаңағы Нұрболаттың парашютын бүйтіп үстіне бүйтіп құйып жібереді да, бізге қалай қараса біз ақымақ болғанбыз ба деймін да, қалай алдаған ананы бүйтіп бассаң да өкшелерің жарылғаны кетеді деп, біз сорлы соған сеніп соны мыжитын еп қой сөйтсек олар бізді алдап ана кірдіп жуғызған екен ғой. Әзілдеп айтып жатыр, бірақ расында да сондай істейтін еп қой, дұрыс па? Соны осы аналарымыз ана үлкен пальтоны қолмен сеткеға жаятын. Қазір кісілерге пальтоны көтерді, сол пальтоның астында бастырылып қалады олар. Қазір жастарда бұлар уже не деп жатыр? Анау жуып шығаратын стиральныйлерді емес, өзі кептіріп шығаратын стиральныйлер іздеп жатыр олар. Ананы жайып жүреміз ба дейді да. Өзі кептіріп шығаратын стиральный уже алып та қойды жастар, енді не істейді бұлар? Қолы бос қой, не істейді енді бұлар? Бұлар қолы бос, енді тиктокта Розаковичті көріп отырады да, соның сабағына қатысып. Басқа жұмыс жоқ қой бұларда. Сөйтіп та бір күні келеді да, давай мұқтар дамиық дейді ғой. Дамиық дейді. Даму неден басталады? Самооценканы көтеруден басталады. Сөйтіп соңында екеуі қырылып, ажырасып кетеді ғой. Әйелдер дамыған кезде бар ғой, бұлар еркекті менсінбей кетеді ғой бұлар. Расы да? Бұлардың білімді болған бір қиын жері, байын біліммен езіп өлтіреді ғой. Біз не білеміз деп ше. Расы да? Міне, апа, өзін-өзі қарызға тығып жатқан адамдар көп. Осының бәрі неден шығып жатыр? Құдайдан қорықпағаннан ғой. Өліп кетсем кім құтылады деген ой жоқ та. Тағы енді сөзімнің соңында айтарым. Қазір өте маңызды нәрсе, адамдар жұмыс істетеді. Мұхтар генподряд. Мен субподрядтым. Субподряд деген генподрядтан үлкен авионда жұмыс алып, жұмысын жасап береміз. Былайша айтқанда біз строительміз. Шымкенттің жігіттері Астанаға барып жұмыс істеп жатыр. Астананың жігіттері Алматыға барып жұмыс істеп жатыр. Астананың жігіттері Шымкентке келіп жұмыс істеп жатыр. Сол жақтан келеді да, ойбай, Мұхтардан зор бағамен авион алдық деп келеді, жұмысын жасайды. Жұмыс біткен кезде Мұхтар ана жерің мұндай, мына жерің мұндай деп үйтіп ақшасын жонат жарты ақшасын бермей қояды. Кішкентай сумасын ұстатады да, кете бер, артыңнан Каспиймен ауады дейді, алар кетті ғой. Сонымен ақша аумин Аллаху акбар. Өте көп.
жұмыс істетіп адамдарды лақтырып жатқандар өте көп бар ғой. Міне бұлар бар ғой, Алланың қаһарына ұшырайды бұлар ертең. Сенің біреуді алдап тапқан табысыңнан береке болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Біреуді жұмыс істететін болсам, маңдайындағы тері, мына тері бар ғой, терлейді адам жұмыс істегеннен кейін. Сол тері кеппей тұрып қарызынан құтылып таста деген. Біреудің еңбек ақысын жеу бар ғой, бұл үлкен қылмыс бұл. Шариғатта да мұның жазасы үлкен болады. Тері кеппей қорқыңдар дейді. Тері кеппей тұрып құтылыңдар деген. Енді қараш, сол күйдіргілер бар ғой, кейбір байлар бар ғой, сөйтіп адамдар жұмыс істеп ақшасын бермей жүргендер. Тағы бір жерлерге барған кезде садақа береді да. Сен неменеге садақа беріп жатсың? Сен 100 мың теңге бір жерге садақа беріп бит жыртылғаннан гөрі, сен 100 мың теңге анау лақтырып кеткен адамың бар ғой, соныңды берсең, сен садақа бердің ба, бермедің ба деп сұралмайсың. Қарызыңнан құтылдың ба, құтылмадың ба деп сұрайсың. Сен мойныңда қарыз тұр да, атаңның басына сен садақа беріп жүрсің ба? Қайырымдылық жасайды өздерінше. Сен қайырымдылық жасамай-ақ қой сен. Сен оны жеке өзіңнің ақшаңа жаса, біреудің ақысына емес. Сен ананың ақшасына жасап жатсың ғой қайырымдылықты. Сенің мойныңда қарыз тұрма, біреудің ақысын жеп қойдың ба, сен беріп жатқан нәрселерің бар ғой, ол сенікі емес әлі. Кейбіреулер қажылыққа да келіп кетеді. Неменеге жүрсің бұяқта? Умра қажылығына келу сүннет. Сүннет. Қарыздан құтылу. Ол уәжіп нәрсе ғой. Қарыздан құтылу уәжіп нәрсе. Енді қазір кейбіреулер жаңағы қажылықты да рассрочка деп жатыр екен ғой, жарайды. Әркім айтып білген істеп жатыр ғой. Бірақ осы жерде бір мән беретін нәрсе. Апалар, кіші қажылық бар ғой. Үлкен қажылық ақшасы мөлшері жеткен адамға парыз болады. Ақшасы жетпеген адамға үлкен қажылық парыз емес. Енді кімнің үлкен қажылыққа ақшасы жетеді, ол қарызсыз да келеді. Қиын болғанда осы умра қажылығы қиын болып тұр. Умра қажылығы сүннет бұл. Енді сен оны бір жылға қарызға алып келіп жатсың да, сен қарызға батпай қойса, сен өзіңді мойныңа міндет жүктеп алып жатсың, қарыз алдыңыз ба? Сізден қарыздан құтылу міндет болады. Сізге умра сүннет емес еді ғой, түсіндіре алдым ба? Умра бұл сүннет, сүннетті орындайын деп өзіңе бір қарызды міндет қылып алып не қыласың? Асықпа, ақшаң болады, сол кезде кел. Жоқ, мен умра істегім келіп тұр, мен шыдай алмаймын десеңіз, онда сіздерге айтайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, барлық жағдай жасалған ғой мұсылмандарға ше. Кіші қажылық жасағыңыз келсе, ақшаң болмай тұрма, таң намазына мешітке бар. Таң намазына мешітке бар. Таң намазын оқып болғаннан кейін, сол жерде күн шыққанша отыр. Күн шыққаннан кейін 2 ракағат намаз оқы. Ишрақ намазын. Умраның қажылығының сауабын алады сол адам дейді. Ал енді үлкен қажылық істегіңіз кеп тұрма, бірақ ақшаңыз жоқ па? Онда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жұманы не дейді? Жұма намазды Саййидул айям, күндердің сұлтаны, хаджул масакин, кедейлердің қажылығы дейді. Сонда айтады апа, үлкен қажылыққа барғысы келген адам ақшасы жоқ болса дейді, шын ниетімен Алладан үміт етіп, Алланың разылығын үміт етіп, ғұсылын алып, жуынып, ең әдемі киімдерін киініп, жұма намазына ерте барып отырып, жұма намазын оқып қайтатын болса бар ғой, міскін адамға соған қажылықтың сауабы беріледі дейді. Қарызға бату керек емес.